Саламатсыздар ма? Бүгін ерекше тез дайындалатын ас дайындаймыз. Көреміз. Бізге 2 стакан сүт керек. Және 1 жұмыртқа. Және аздап тұз қосамыз. Осын жақсылап араластырамыз. Және 2 стакандай ұн қосамыз. Осыны жақсылап араластырамыз. Тестамызға 1 шай қасық разрыхлитель қосамыз. Және 1 ас қасықтай сұйық май қосамыз. Разрыхлитель болмаса, пищевая сода қоссаңыздар болады. Бірақ мен ойлаймын, пищевая соданың қосқанда бір өзінің дәмі шығып тұратын сияқты маған. Сондықтан осындай разрыхлитель қосып жатырмын. Өстіп араластырамыз. Тестамыз осындай сұйықтықта болу керек. Енді осыған қосатын қоспаларын дайындап аламыз. Осындай жарты колбасаны үккіштен өткіземіз. Колбасамыз анау сиырдың етінен осылай жасылап сақтап өткіземіз. Үккіштен өткен колбасамызды осы тестамызға қосамыз. Бізге осындай 3 қайнатылған жұмыртқа керек. Адамның көлеміне байланысты жасаңыздар болады. Мен кішкене көптеу қылып жасап жатырмын, өйткені бұл өте дәмді шығады. Тез желінеді. Адамның санына байланысты дегенім ғой. Түсінетін және осы жұмыртқамызды да тестамызға қосамыз. Енді бізге сыр керек. Осындай сырды да сақтап үккіштен өткізіп аламыз. Сырды да осының үстіне қосамыз. Және осындай көк укроп, петрушка. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Тестамен бірге толықтай араласу керек. Осылай жақсылап араластырамыз. Осындай болу керек не? Қоюлығы салат сияқты. Табамызды кішкене майлаймыз. Қызды деп білесің бе? Енді осыны табамызға 2 жағынан қуырып аламыз.
Өте тез дайындалады. Колбаса мен сиырды құр өзімен жегеннен гөрі осылай ерекше қылып жесеңіздер дәмдірек болады. Бір жағынан қызартып алғаннан кейін осылай аударамыз. Май әдейі көп қоспадым, чтобы майлы болмас үшін. Осылайдан майсыз аударсаңыздар осылай да піседі. Так, пісті. Екі жағынан да енді түсіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай сковородкамызда ондай қатты май жоқ. Құрғақ. Асқазанға ауыр болмас үшін осылай майын көп қоймай істеп жатырмыз. Енді екінші партиясын пісіреміз тағы да. Бірінші партиясы дайын болды. Ол пісіп па? Сырмайды отасын. Скиня? А? Скин ба? Bir жағынан пісті. Енді қалдырамыз осылай. Екінші партиямызды да дайын болды. Түсіріп аламыз. Ал бисмиллахтап дәмін көреміз. Міне ешқандай май жоқ, майлы емес. Сіздерге ортасын бөліп көрсетейін. Колбаса, сыр, жұмыртқа. Піссін. Мен де көрейін. Вау. Керемет дәмі. Супер. Бұл арасындағы тесто емес, ол сыр. Огонекпен жесеңіздер де болады. Қалай айтады бұны басқаша? Кобра. Кобра деймін. Кобра деймін. Кобрамен вообще күшті кетпен. Ортасында тестісі піскен, тек сыры мынау былқылдап тұрған. Прям күшті. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздерге де ұнайды деген ойдамыз. Асымыз дайын. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Каналға қосылып лайк басып, комментарий жазамыз. Сау болыңыздар.